Салем достар, мен сіздерге бүгін дәл осындай оңай, керемет шахматный торт жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге керек болады ұн, шекер, жұмыртқа, сүт, разрыхлитель, сұйық май. Жұмыртқаларымызды ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Енді жұмыртқамыздың ақ уызын жақсылап миксерлеп аламыз. Сәл көпіргеннен уже шекерімізді салып, аз-аздан салып, миксерлеуді жалғастырамыз. Үш-төрт минут жақсылап миксерлеп алғаннан кейін бізде дәл осындай аппақ масса болады. Енді сары уызымызды салып, тағы миксерлейміз. 1-2 минут миксерлеп алғаннан кейін, енді силиконовый лопатаның көмегімен сұйық майымызды салып, жақсылап бір жаққа қарай араластырамыз. Енді сүтімізді құйып, тағы бір жаққа қарай жақсылап араластырып аламыз. Енді құрық массаларымызды електің көмегімен екіге бөліп өткізіп аламыз, және бір жаққа қарай жақсылап араластырып аламыз. Енді екінші бөлегін саламыз, тағы жақсылап араластырамыз. Байқаңыз, көп араластырып жібермеңіз. Біздің ақ бисквитіміз дайын болды. Енді шоколадты бисквит жасайтын боламыз. Жасалу жолы бірдей, тек қана біз шоколадты бисквитке какао қосатын боламыз. Жұмыртқаларымызды сары уызы мен ақ уызын ажыратып аламыз. Енді жақсылап ақ уызын миксерлеп аламыз. Шекерімізді салып тағы миксерлейміз. 4-5 минут миксерлесеңіз болады. Сары уызын салып тағы 1-2 минут миксерлейміз. Сұйық майымызды салып жақсылап араластырамыз. Сүтімізді салып тағы жақсылап араластырамыз. Құрық массаларды салып тағы араластыратын боламыз. Біздің бұл бисквитіміздің ерекшелігі бұл жерде какао қосылды. Яғни шоколадты бисквит болды. Енді бірдей формалар дайындап аламыз. Менде формамның размері 18 диаметр, ал сіздер үлкейтіп кішірейте аласыздар. Әрине массаны да көбейтесіздер. Енді қызып тұрған 170 градус духовкаға 30-40 минутқа саламыз. Енді кремімізді дайындап аламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Енді сгущенный молокомызды салып тағы миксерлейміз. Біздің креміміз дайын болды. Бисквиттеріміз де пісіп шықты. Бисквиттерімізді тең екіге бөліп аламыз. Ал екіге бөліп алғаннан кейін дәл осылай размеріне қарай тағы кесіп аламыз. Сол видеода көрсетілгендей етіп кесіп аласыздар. Енді бір-біріне араластырып жинап аламыз. Көріп тұрғаныңыздай бізде дәл осындай бисквиттер дайын болды. Енді жинап аламыз бисквиттерімізді. Форманың ішіне аттестатный пленка қолдандым, ал сіздер қолданбасаңыздар да болады. Форманың өзіне жинап қойсаңыздар да болады. Енді бисквиттеріміздің үстін пропитке етіп аламыз. Пропиткеге мен сгущенный молокомен суны араластырып алдым. Әр бисквитті қойған сайын пропитке етіп отырыңыз, сонда сіздің тортыңыз сочный және дәмді болып шығады. Дәл осылай әр слойына жақсылап кремдерді жағып аламыз. Менің 4-ші бисквитім сынып кетті, но әдемілеп жақсылап жинап алдым.
Енді үстіне кремін жағып, морозилькеге 3-4 сағатқа қоямыз. Мен кешке дейін қойдым. Тортымызды морозилькеге салғанымыздың пайдасы өз формасын ұстап тұратын болады. Кремдері де қатады және формасын да ұстап тұрады. Біздің тортымыз уже тұрды 3-4 сағат. Енді морозиліктен алдым. Көріп тұрғаныңыздай бізде дәл осындай формаларын ұстап тұр және мұздап тұр. Кремге бөлме температурасында еріп тұрған сары май мен вареный сгущенка какаоны салып жақсылап көбіртіп алдым. Ал сіздер қалаған кремдеріңізді қолдана аласыздар. Енді дайын кремімізді әдемілеп тортымыздың шеттеріне жағып аламыз. Мұздап тұрған тортымызды безендірген кезде өте аккуратный болып жұмыс жасай аласыздар. Формасын да ұстап тұрады және шеттері бір тегісте болып әдемі болып шығады. Енді жақсылап тегістеп аламыз. Енді тортымыздың бетіне кремімізді жағып аламыз. Тортымыз дайын болды. Дәл осындай бір тегіс болып, әдемі болып кремдерімізді жағып шықтық. Енді үстін безендіру өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Әрине, мен шахматный етіп безендіріп алдым. Зубочисткамен мен үстіне дәл осылай сызып алдым. Менде Nestle какаосы бар еді және кокосовый стружкамен безендіріп алдым. Ал сіздер ақ бисквит пен шоколадный бисквитті майдалап алып, блендердің көмегімен солай да безендіре аласыздар. Зубочистканың көмегімен жақсылап, жайлап, жайып аласыз. Бір тегісте шеттеріне шығармай формаларын беріп. Достар, егер де сіздерге менің осы видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз және әрине қоңыраушаны да басып қойыңыз. Сонда менің рецептерімді біріншілерден болып көретін боласыз. Және мен осы видеома лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Достарыңызбен де бөлісіңіз. Біздің тортымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет, әдемі торт болады. Әрине дайындап көріңіз. Достар, міндетті түрде ауызашарға дайындап жақындарыңызды қуантырыңыз. Жасалу жолы да қарапайым, өте керемет, сочный, дәмді, жұп-жұмсақ торттар болады. Іштері де дәл осындай шахматный болып, керемет болып, сочный болып шығады. Көңіліңізге де тимейтін, өте жұмсақ торт болады. Ал достар, сіздерге сәттілік.